Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бір ғана қамырмен және де өте оңай әдіспен жасалынатын қаттама нан және де самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға ашытқы мен тұзымызды салып, бір келкі масса болғанша венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымыздың арасын ашып, сұйық массамызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Жақсылап июін қандырып илеу үшін столымызға қамырымызды түсіріп, тоқтаусыз 10-15 минуттай қамырымыздың басын біріктіріп илейміз. Содан кейін пакетке салып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 15-20 минуттан кейін қамырымызды 3 бөлікке бөліп дөңгелетіп алып, жұмыс жасауға кірісеміз. Столымыздың үстінен аз ғана ұн сеуіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып шығамыз. Жайып алған қамырымызға ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Содан кейін қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай бөліп алған қамырларымызды қолымыздың көмегімен осылай тартып жұқартып аламыз. Жұқартып алған қамырымызды 4 бұрышты қылып жинап шығамыз. Екінші қамырымызды да дәл сол әдіспен жұқартып алып, жинап алған қамырымызды үстіне қойып, тағы да бүктеп шығамыз. Барлық қамырымызды солай жинап аламыз. Противеньге қойып, қолымыздың көмегімен бір тегістеп жайып шығамыз. Содан кейін жұмыртқаның сары уызын жағып, кунжут сеуіп, 200 градус қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Самсаның да қамырын дөңгелек етіп жұқа қылып жайып аламыз. Содан кейін ерітілген сары майымызды бетіне жағып шығамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды кесіп шығамыз. Және де қолымыздың көмегімен қамырларымызды созып жұқартып аламыз. Содан кейін фаршымызды салып, 3 бұрышты етіп, самсамызды жинап шығамыз. Барлығын осы әдіспен жасап шығамыз. Яғни қамырымызды қолымыздың көмегімен жұқартып аламыз. Содан кейін фаршымызды салып, 3 бұрышты етіп, жинап шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, кунжут сеуіп, 200 градус алдын ала қызған пешімізге қызарғанша пісіріп аламыз. Қытырлақ әрі өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.